Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көзқарақты көрермен. Сіздермен бірге ауданымыздағы су жаңа студия, Түлкібас медиа студиясы. Кезекті эфирде сіздермен бірге қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Біздің осы медиа студиямыздың басты мақсаты ауданымызда туған, еліміздің дамуына үлес қосқан ел ағаларын студия төріне шығару болса, бүгінгі студиямыздың қонағы саясаттану ғылымының докторы, академик, осы Түлкібас ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасы Ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығының президенті, Шерхан Мұртаза атындағы қайырымдылық қордың төрағасы, арнайы студиямыздың төрінде Айтбай Қайрат Орынбайұлы ағамыз. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Енді сіз туралы қандай әлеуметтік желіге жазса да, сіз туралы қалай іздесе де барлық мәліметтер жеке өміріңізге қатысты болсын, барлығы сол жерде көзбе-көз көрініп тұрады. Енді арнайы бүгінгі студиямыздың төріне сізді шақырғаннан кейін сізге дайындалған арнайы осы атқарған қызметтеріңізге байланысты немесе қазіргі таңда қолға алып жатқан өзекті жұмыстарыңызға қатысты керемет сұрақтарымыз бар. Оның ең алғашқысы, қазіргі таңда өзіңіз басқарып отырған осы Шерхан Мұртаза атындағы қайырымдылық қордың қандай жаңа бастамалары бар және қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Рахмет шақырғандарыңызға. Бүгінгі күні көріп отырмыз, жаңадан студия ашып жатыр екенсіздер. Біз Алланың қалауы солайша бүгін қасиетті жұма күні осы келіп тұр екенбіз. Қазір ғана соны бітіресің басына жас келер қасымызда өзімізде сол жақсылардың қатарына қосуға тырысып жүрген азаматтардың біріміз. Енді рахмет шақырғандарыңызға. Енді біздің дұрыс айтасыз, Шерхан Мұртаза атындағы вакф қайырымдылық қорының төрағасы екенім. Ол қор алдымен Шерхан тірі кезінде, Шерхан Мұртаза тірі кезінде жаңа ұрпақ деп аталған қор болатын. Оның мүшесі де өзі болатын. Сосын Жарқынбек Тастайбек деген ағамыз болатын. Мен үшеуміз жерде құрылтайшысы болатынбыз. Кейін уақыт өте келе, ол кезде ол кісі негізінен бұл біздің қор әдебиет саласында, мәдениет саласында, жазушылардың дәріптеу жарысында, сосын жастарды тәрбиелеу саласында жұмыс жасайтын. Кейін көкеміз бұл өмірден озған соң оның атын өзгертіп, Шерағаның атын беріп, Шерхан Мұртаза атындағы вакф қайырымдылық қоры деп атап, оның құрылтайшысының әкесінің орнына Алма қызы қалып, біздің сол қорымыз жұмыс жасап жатыр. Вакф деген не? Енді вакф деген түсінсеңіздер, ислам әлемінде ол Алланың мүлкі деген ұғымды қысқаша айтқанда, тіпті қысқаша айтатын болсаң, Алланың мүлкі деген ұғымды былай келтіріп беріледі. Себебі осы имандылық жолда жүргендердің көбісі сол дүниелерін істеген осы көп балалы отбасыларға, жағдай жоқтарға қалдырып кетеді. Сонымен вакф деп сөйтіп аталады. Былайша айтқанда садақа ретінде. Садақа ретінде қалдырып, соны түскен табыстардан тек қана қайырымдылық жұмыстары жасалады. Сол енді біз жұмыстарымыздың қаншалықты істеп жатқанын айтып тізбелейтін болсақ, сол жылдардың бойында өте ұзақ уақыт алып қалар. Оны ел жұрт бәрі біледі, ол не істеп жатқанын. Ал енді сіздің сұрағыңызға байланысты жаңадан қандай істерге бастама болып жатырсыздар ғой дейді. Кеше ғана сіздер осы студияға шақыратын сезгенде сұрағыңызға, кеше ғана Астанадан келдік. Астанада Шерхан Мұртаза атындағы 63-ші лицей гимназиясы бар. Сол лицей гимназиясында қазір осы мектептің ұжымымен бірлесе отырып, біздің қор Шерағаның музейін ашпақшымыз. Сол мектептің ішінде? Мектептің ішінде бір орында. Енді білесіз бе, ол сол жерде 1200-дік мектеп, бірақ оқиды 3,5 адам, бала. Түсініп тұрсыз ғой? Юго-Восток деген жерде, ол деген сөз қазіргі бум өте туып, өсіп, балалардың көп дүние келіп жатқанының бір белгісі, халық саны өсіп. Оның Шерағаның мектебіне сонша 1200 орындық мектепке 3,5 мектептің оқып жатқаны, 2 еседен аса оқып жатқаны Шерағаның батасына біз ұштастырып жатырмыз да. Көкем әрине қазақ халқының қазақ тілінің дамуын, ана тілінің дамуын, анаға деген көзқарасты әр уақытта дәріптеп өткен адам қойды. Сондықтан сол Шерағаның музейін ашу мәселесінде. Ал егер де елімізге келіп айтатын болсақ, біздің фондтың негізгі жұмыстарының бірі, қазір алғы мақсаттарының бірі, дүниеден өткен Мекемтас Мырзахметов көкеміздің кеше ғана Абайдың 180 жылдығы толғанын білесіздер. Бүкіл Қазақстан бұл, оның ішінде Семей өңірі үлкен жан-жақтан жинап, ғылыми практикалық конференция жасап өткізді. Соған да қатысып, адамдарымыз барып келіп біздің қор жұмыс жасады. Соның негізі Қазақстандағы ең бір бетке ұстар абайтанушы кім десе, енді мен ойлаймын, бәрі білетін шығар, Мекемтас Мырзахметұлы деп айтатын. Сол Мекемтас Мырзахметұлы өмірден былтыр өткен білесіздер. Биыл соның жылы жақындаған уақытта бүкіл қазақ елі, оның шәкірттері осы қордың айналасына жиналып, оның
ұстаздық еңбектеріне олар енді мойын ұсынып еске алып, уже бір жағы, екінші жағы мына өңірдің өзіміздің туған туыстар, ағайын бауырлы бала шағалар бар, солар бәрі қосылып осында стела қойып отыр. Осында Шөлтөбе деген жер бар, 7-ші ғасырдан бері келе жатқан қорым. Оны біз бәріміз Шөлтөбе деп жүрсек, оказывается Шөлтөбе емес, Шілтөбе екен. Негізгі атауы. Негізгі атауы. Шебе шіл деген 40-ты білдіреді екен. Ғай берен 40 шелтен. Сол шіл деген шілдехана, шілде деген айы 40-ты білдіреді екен да. Соны бізге көзімізді ашып, ғай берен 40 шелтеннің мағынасын түсіндірген осы көкем еді. Бізге бәрімізге, ауылымызға. Осында алғашқы біз мешіт соққан кезде, бұдан бірнеше жылдар бұрын мешіт соққан кезде, соны атын беретін кезде де қалай береміз дегенде де осы айтқан. 40-тың бірі Қыдыр, осы киелі де Түркістан өңірі, Түркістан, Түркібас жерінде не бір 40-тан не бір әулиелер өткен дейді. Сол әулиелердің 40-тың бірі Қыдыр деп айтады. Соның осы Түркібас өңіріне бір көңілі түскен, Алланың назар түскен жер екенін еліне, жеріне, халқына, суына қарап білуге болады дейді. Сондықтан мына соғып жатқан мешіттеріне Қыдырбай атын берсе дұрыс болар деп, қазір Қыдырбай баба мешіті атылып қойылған. Сондықтан осы көкеміздің осы әрбір бастамаларда батасын алып отыратынымыз бізге өте сол жұмысымыз жеңілдетеді. Енді осы тұста арнайы қойылған ең алғашқы сұрағымызға керемет мардымды жауап алдық деп ойлаймыз. Аға, енді байқасаңыз, бұл жаңағы өзіңіз айтқан бұл Шерхан Мұртаза атамыз болмасын, немесе осы абайтанушы біздің Мекемтас атамыз болмасын, қай тұлғамызға болмасын, арнайы бұл патриот деген ұғым өздерінің жасалған еңбектерінен көрініс тауып жатады ғой. Енді сізді де білеміз, осы арнайы басқа жақты алмай-ақ қойық. Енді өзіңіз туып өскен, өзіңіз осы туған жеріңіз, осы аудандағы осы патриотқа қатысты осы туған жерге жасалынған жұмыстарды да көріп жатамыз. Енді қандай бір спорт кешендері болмасын салынып жатады. Немесе арнайы бұрыннан біздің ата бабамыздың көзі деп қараса, олар бір жаңа құрылыстан өтіп жатады ғой, арнайы жұмыстардан. Енді осы тұста жаңағы өзіңіз айтып өткендей, патриоттық деген сөзді сіз қалай түсініктеме бересіз? Енді арнайы іспен жасап жатырсыз ғой, енді арнайы оны сөзбен анықтама берсеңіз. Енді патриот деген ол қазақтың сөзі емес шығар енді. Бұл жерде бізде осында әкім болып өткен, осы жерде қызмет еткен Дархан Мыңбай, Дархан Қыдырәлі, біздің ағаларымыз туған жерге тағзым деген ұранмен жылда осы туған жерден шыққан, өскен, өнген азаматтарды шақырып, іс-шаралар жасап отырады. Мен ойлаймын, патриоттық деген қазақтың сөз болмаса да, ұғымы сол туған жерге тағзым ғой деп ойлаймын. Ол туған жер деген тек қана осы, дұрыс айтасыз, тек қана Түркібас өңірі емес, ол Шымкент өңірі емес, Түркістан өңірі емес, жалпы Қазақстанның жері, еліне, тіліне, халқына оң көзбен қараған, түсінген адам ғой деп ойлаймын. Егер де біз қазіргі заман айтатын болсақ, мен түсінігімде иманын жоғалтпаған адам сол патриот қой деп ойлаймын. Имандылықта бәрі жатыр ғой. Сол имандылыққа жаңағы айтқан қандай жақсы қасиет бар, соның барлығы осы жерде көрініс табады дейсіз. Әрине. Енді аға, жаңа сіз осы жауаптарыңыздың сұхбаттың барысында айтып өттіңіз. Осы Шерхан Мұртазаның және осы ғұлама ғалым Мекемтас Мырзахметұлының інісі немесе шәкірті болды деп сізді есептейміз. Және осы тұлғаның көзін көрген, олармен былайша айтқанда дастарханда дәмдес болған інісі ретінде, шәкірті ретінде осы екі тұлғаның қандай ерекше қасиеттерін айтып өтер едіңіз осы жерде? Енді мен сұрағыңызға жауап беретін болсам, ол ортадан бастағандай болады да. Себебі сіз неге сұрамайсыз? Сіз Шерхан Мұртазаны, Мекемтас көкені қайдан таныссыз, қайдан білім алып араластыңыз деп айтуға да болады ғой. Сондықтан айтатын болсам, одан сәл ілгерілікте мен танысқан адам Дайырбек Мүсілбай деген менің өкіл әкем. Дайырбек Мүсілбай деген Төле бидің үлкен абыройлы тұлғасы. Ол кезінде Қонаев, Асқаровтармен бірге жұмыс істеп, солармен етене араласқан азамат. Сол кісі мені ең алдымен Асан Басқаровпен таныстырды. Ана Асан Басқаровтың суреттерін көріп қалдым, сіздерде тұр екен. Ол енді мына мектептімізде Асан Басқаров бізде соққан, екі мектепті соқтық, соның біреуін Асан Басқаров берді. Вот Асан Басқаров тұлғаны таныстырған, Нұркадиловпен таныстырған, Шер ағамен таныстырған сол Дайырбек Мүсілбай деген кісі. Сол Дайырбек Мүсілбай таныстыра тұра, Сәбит Оразбаевпен солмен таныстырғанда Шер ағаның кім екенін маған айтты да. Сосын айтты, мен қазір апарып таныстырамын деді. Ол кісі енді ол кісіні бәрі таниды, бірақ ол сені танымайтын шығар, сен жассың, студентсің деп Шер ағаның үйіне бардық. Әлі есімде 1 январь жаңа жыл болған, кеше ғана жаңа жыл өтіп, бүгін 1 басталғанда
қаңтарда сол үйіне барып дастархан жайып құттықтап барып жаңағы Мүсілімбай көкеміз сол кезде айтты, мына сіздің ініңіз Алматыда, айтып отыр ғой, мен сізге соны әкеп таныстырып жатқаныма сізге ұят болу керек шераға деді. Бұдан былай мен сіздерді таныстырмайын, мен сіздерді табыстырдым, мен сіздердің қонақтарыңыз болайын деп шығып кетті. Біз шерағамен қалдық. Сол шераға сұрады, қай жерденсің, анау сөз айта бастап едім. Ол көбін таниды екен біздің ағайындардың, өзіміздің бәрімізді. Мен інім екенсің үшін, Мүсілімбай дұрыс айтып тұр екен ғой, бұдан былай ұят болады ма, есігің саған ашық деп. Сосын қайда жүріп жатсың деді. Мен айттым, осы көкем арқасында Асан Басқаровтың үйімен араласып жүрмін деп. Асекең туралы біраз әңгіме айтты. Қазір сосын айтты, қазір мен танымайды екен, бірақ Сәбит Оразбаевтың үйіне барамыз дедім. Ол айтты, Нүсекең сондай тәуір деді. Біз оны кейде бізді бәрі атымызды айтып мақтап абырой қылады деді. Бірақ Мүсілімбай осы жерлерде бізден озып тұрады дейді да. Бәрін табыстырады, таныстырады деп. Соны ауылға келіп жүретін, шерағамен өте тығыз араластық, кейін депутат болды. Ол кезде мен Жармахан Тұяқбайдың көмекшісі едім, парламентте істейтінбіз. Сол жерде Қаратай Тұрысовпен бірге көкем жүретін, екеуі де депутат, мәжіліс депутаты. Ол кездегі мәжіліс депутаттарын білесіз бе? Әр депутатың бір тұлға ғой. Енді Фаризон Қарсынова, Әбіш Кекілбаев, Қаратай Тұрысов, Шерхан Мұртаза, Айталы, Бәкір деген біреуін айтсаң болды, бір тұлға ғой. Сондай заман болған. Сол жерде жұмыс істедік, жаңағыда Астанада жұмыс істеп араласып жүрдік, етене араласып. Үйге келген кезде, осы ауылға келген кезде, осы ауылдың азаматтары Мекемтас көкемен мен жақындасуыма ықпал етті. Осы жерде Асан Басқаров мектебінде басшылардың бірі Рахиш Асқар деген сол бауырымыз, ол өте жақын араласатын. Сол кезде таныстырып, таныстырғанда мен қызық барсам, ол кісі көбіне маған шераға туралы айтады. Сөйтсем ол шерағаның жанында көбірек жүргенімді естіп көріп жүр ғой. Сонда әңгіме айтқанда мен байқайтыным, ол кісі өзінің істеген жұмыстарын бір жерінде шерағамен Мархабат Байғұтпен үйлестіріп байланыстырып отыратын да. Сонысы мен риза болатын. Тек өзін айтпай. Өзін ғана айтпайды, сөйтіп айтып отыр, жұмыс айтып отырады да. Бұл кісіні дейді, ары қарай шераға туралы айтып кетеді. Былай келіп Мекемді Мархабат Байғұтты айтып кетеді да. Сонда мен байқайтыным, ол деген сөз анау үзеңгілес достарын алыстатпай, біз біліп отырсын, араласып отырсын деген келтірбеге ниеті ғой деп ойлаймын. Бірақ енді қазіргі заманда айтамыз сізге, неге Шөлтөбенің басында жатқанда ол кісі бізге аманат қайтты. Бір рет келсем, сол видеоға жазып алып, айтады, енді бізде шайтан емеспіз, бұл өмірден өтеміз ғой, бірақ мен жататын жерім басқа жер болмасын дейді, андай. Осы туған жерге тағызым дегенмекше, Шөлтөбеге қойыңдар деп, өзім сендерге айтып түсіндіріп бердім. Неге ол Шөлтөбе емес, Шілтөбе екенін, Шіл деген сөздің мағынасын. Сон бұл жерде ғайып-ерен 40 шілтен 40 әулие жатқан жер дейді. Солардың қатарында жатсам, менде өзіме тыныш болар еді деген видеосы бар, жазуы бар. Кейін өкіметтің шешімімен бәрі қалап, соны айтқан орындады. Енді болар елдің балалары бірін-бірін батыр дейтін керемет сөз бар ғой. Сол, иә. Енді осы кісілер сол арнайы нақыл сөзді өздеріне керек қылып алған ғой, былайша айтқанда. Енді осы тұста арнайы Мекемтас Мырзахметұлының қандай ерекше қасиетін айтып өтер едіңіз осы тұста? Мекемтас Мырзахметұлы мен ойлаймын, бұны еңбегін айту, болмаса оның дәрежесін айту үшін бүгінгі сіздердің бір шақырған кештеріңіз аздау уақыт болады деп ойлаймын. Оның 30 томдық өзі жазған, білесіз ғой, Абайдың зерттеу. Енді қараңыз, Абай тану, Мұхтар тану, Шәкәрім тану, Бауыржан тану, кейін шерағанды айта бастады, жаза бастады. Соны қарасаңызшы, мен бір риза болғаным, сол кісінің шыққан аузына сөз президентіміз Тоқаевтың да аузынан шығып отырды ғой. Толық адам туралы ілім. Соны есіңізде ғой. Сол кезде көкем айтатын, өзі 90-нан асып тұр ғой. Мен қазір дейді, мүмкін болса министрмен жолығу керекпін. Мүмкін болса мен үкімет басшыларымен жолығу керекпін дейді. Сонда дейді, бүкіл мектепте, болмаса жоғары оқу орындарындағы оқу бүкіл құралдары болсын, саймандары болсын, тәсілдері болсын, әдістері болсын, соны Абайдың толық адам ілімінің негізінде қайта жасақтап шығару керек деп ұсынысын айтып отыр ғой. 95-те асқан кісі. Әлі де жазам, әлі де сол Абайдың толық адам ілімінің негізінде қайта қарап шығу керек деген ұранмен жұмыс істеп жатқан адам ғой. Енді онымен бір сондай сөз естіген кезде, енді не дерін білмей қалдық қой, мысалы. Енді қарасаңыз, сіз айтып тұрсыз, оның қандай еңбектерін дейсіз. Ол бүкіл жоғарғы оқу орындары мен барлық мектептерде болашақ жастарды оқытудағы
абайдың толық ілімі негізінде қайта қарап шығу керек дейді. Сіз ойлап қараңыз, қаншама жоғарғы оқу орны, қаншама мектеп, олардың бәрін қайтадан қарап шығып, абайдың қара сөзін, абайдың ілімі толық адам негізінде жасақтап шығу, ол деген сөз мынау үлкен бір шайқастағы, майдандағы ғылым шайқасындағы батырлық іс қой деп ойлаймын. Егер Бауыржан Момышұлымыз жаумен соғысқан майданның батыры болса, мынау ғылым деңгейінде, ілім деңгейінде, осы абайдың толық адам зерттеу негізінде, шәкәрімді, мұхтарды зерттеу майданында мекемтас көкеге сай келетін адам жоқ деп ойлаймын. Енді осы өзіңіз айтқандай тал бесіктен жер бесікке дейін ғой, былайша айтқанда осы адамның адам болып қалыптасуына, осы өзінің 45 қара сөзі бар дейміз осы абайдың. Осы абайды танып, осы еңбектерін, осы өле-өлгенше арнайы осы мен қартайдым, болды жасым 100-ге жетеді деп уайымдамай, осы ұлтының қамына өле-өлгенше ойлап кеткен осы Мекемтас Мырзахметұлымен осы арнайы өзіңіз төраға болып, өзіңіз президент болып отқан осы арнайы қайырымдылық қорымен байланыстырып сізге сұрақтарымызды қойып отырмыз аға. Енді тағы да бір рет сізге үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Осы арнайы қызметті атқару барысында осындай былайша айтқанда күйбең тіршіліктің арасында уақыт тауып туған жеріңізге келіп осы студиямыздың төріне келгеніңізге үлкен рахмет аға. Рахмет. Енді осы арнайы туған жерге қызмет ету дегенді былайша айтқан кезде біз тек ауданның көлемінде емес, жалпы республика көлемінде атқарып жатырсыздар ғой осы ұғымда. Осы тұста арнайы туған жерге қызмет ету дегенге арнайы бір түсінік беріп өтсеңіз аға. Егер тура ортадан айтатын болсам, ертең Құдай қаласа бізде Айтбаевтар әулетінің 29 жыл болады. 29 облыстық турнир өтейін деп жатыр. Сонда ойлап қараңыз, 29 жыл жасап келе жатыр екенбіз. Неден? Футболдан, волейболдан, шахматтан. Оны қазір осы шамшырақты жарияланды ғой, оқыдыңыздар қарап. Соны Айтбаевтар әулетінен өздері соны жарнаманы, өздері сояқтан призовой фондты өздері ұйымдастырып шығарып отыр. Бұның мақсаты не? Негізгі мақсаты жастарды спортқа баулу. Мүмкін болса осы, мысалы, чемпиондар қайдан шығады? Чемпиондар осы ауылдан, қарапайым ауылдан шығады. Міне осындай турнирлерде, мамыр айында Қасымбековтер, Нұрлыбай әулеті, олар да футбол береді. Сол сияқты өңір-өңірде, әр ауылда біз қарап отырмыз, осындай әулеттер шығып жатыр. Олар шыққан кезде бірінші не істейді? Жастарды шақырып спортқа баулайды. Енді денсаулық кепілі ғой, енді спорт деген. Соны істей отырып бір-бірінің басын біріктіру. Спорт деген ол түсінген адамға ол тәртіп. Күшім бар екен деп күш көрсетуге болмайды. Кеше мен бір жыл көрдім, бір чемпион мираға магазинде тұрса, сол кезде біреу келіп оған тиісіп жатыр екен. Сосын барып тиісіп жатқан екен, бірден келіп жанындағы досы сөйлеп қалған екен. Соны ұрмақшы бүйтіп неге стойка тұрып жатыр дейді. Сонда чемпион мира дейді, анан қарапты да, кешірім сұрап, кешір деп затын алып шығып кеттім дейді да. Міне көрдіңіз бе? Чемпион кісі, оның мәдениеті сол, күшін көрсетпей, кішіпейілділікпен, егер менен қате кетсе кешірім сұрайын деп, сыртқа шығып, иманы бар адам ғой енді. Сондықтан мына біздің спорт жасап, ұйымдастырып турнир жасайтынымыз, ол жастарды тарту, осы болу, денсаулық біздің, жастарды біздің болашағымыз болатын болса, олар денсаулығы қалпындай болу керек. Ертең күні отан қорғайтындай болу керек. Оны жастайынан осы қалыпқа келтіру керек. Олар өтетін болсақ, олардың көбі көп балалар отбасынан шығады. Мемлекеттің көп балаға деген көзқарасы осында көрінеді. Өзгеріп отыру керек, өсіп отыру керек, өніп отыру керек. Екіншіден өйтіп қарайтын болсақ, осы көп балалары барлардың ішінен қарасаң, біреу шығады да қалғандарын тартады. Түр шоуға тартады. Спорт болсын, білім болсын, ілім болсын, қате еткен жер болса туралап тырысады. Ал сол көпшіліктің ортасынан шыққаннан кейін сол ағай бауырларын тыңдайды. Қазақта Құдайға шүкір сондай салт қалды. Қалай болғанмен де осы үлкендердің айтқанын болмаса қоршаған ортаның бауырлары айтқан тыңдайтын, ол тәртіптен айырылмадық. Оған да шүкір деп ойлаймын. Сондықтан осы қазір біз істеп жатқан турниріміз 29 жыл, келесі жылы 30 жыл болады екен. Міне сол үрдісін таба берсе деп ойлаймын да. Алға жалғаса берсе, ауыл-ауылда, өңір-өңірде осындай спорттан болсын, жарыстан болсын, ғылымнан болсын, ілімнен болсын, бізде осында егер есіңізде болса, Шынарбастау деген аштық. Шынарбастау деген ол анаға деген тағзым. Бізде біріншіден Алла десек, екіншіден ана дейміз. Алланы да былай оқысаң да Алла, былай оқысаң да Алла. Ананы да былай оқысаң да ана, былай оқысаң да ана. Сондықтан біз айтамыз, кейбір айтады, жұмаққа бару сол осы өмірдегі істеген
сауап амалдарын көбірек болса жұмаққа барасың ғой деп. Енді біз енді ондай имандылық жолда жүрген іліміміз терең деп айта алмаймын, бірақ мен өзім ойлаймын, біздің жұмағымыз осы өмірде деп. Осы өмірде егер сен анаңды, әке-шешеңді, бауырларыңды, ағайын туған, көрші қолаңдармен тату тұрып, оларға қол ұшын беріп, бірге қайырымдылық жұмыстармен араласа отырып, қол ұшын беріп, әдемі өмір сүрген болсаң бала шағыңмен, осы емес па жұмақ? Тада басқа қандай жұмақ керек? Егер сен ата-анаңның қолынан олардың тек қана рахмет алсаң, олардың тек қана батасын алған болсаң, оларға қамқорлық жасаған болсаң, қартайған кезде олар жас кезінде саған әлдилеп қалай көрсеткен көмегін қартайғанда солай көрсеткен болсаң, бауырлармен, достарымен тату болып, кейін олар өмірден өткеннен кейін артынан оларға сауап болатын амал жасап отырып болсаң, сонда бұл заман, бұл өмір жұмақ емес па? Ол жақ басқа о дүниеде де жұмақ бар шығар. Ол жұмақты іздеп қайтеміз осы заманның жұмағына дайын тұрғанда. Сол осы Шынар Бастауға мен ары өткен кезде ішінде толып жүрген балалы қыздарды көремін де, ата-аналарды көремін. Көбіне жас балалар, үлкен кісілер. Мен ойлаймын, ол біздің түркібас өміріндегі кішкентай бір жұмақтың орны ғой деп қабылдаймын. Өзім. Енді әрине осы таудың етегіндегі, былайша айтқанда басқа ауылдар емес, арнайы осы біздің Түлкібас пен арнайы қасындағы көрші ауылдың ортасындағы бір арнайы демалыс орны болып есептелінеді ғой. Енді ол жерге біз сырттай барып көзімізді тастап былай бақылайтын болсақ та арнайы тақтайшаларда ана туралы немесе туған жер туралы керемет қанатты сөздерде жазылып тұрады аға. Енді осы біздің бес саусақ бірдей емес қой аға. Халық көп болғаннан кейін сонша пікір болады. Кейбір осы біздің кәсіпкер ағаларымыз болмасын, немесе осы көптеген азаматтардың тек қана осы кәсіпкерлер болса, тек өздерінің жаңағы былайша айтқанда қаржылай жинап ешқандай халыққа пайдасы тиетін жұмыстарын жасамай жатыр дегенде кейбір кертартпа пікірлер болады. Ал осы арнайы жұмысты да қатар алып, онымен қоса былайша айтқан кезде осы дін туралы да арнайы өзінің көзқарасын білдіріп, жаңағы сауапты амалдар жасап, неке сол амалдарына былайша айтқанда дәлелмен келіп төрімізде осы арнайы сұхбат беріп жатқан сізге бір риза болып отырмыз. Енді осының барлығы руханият саласы ғой, сіздің жаңа айтып жатқаныңыз. Осы өзіңіз руханият саласында да керемет қызмет атқарып жатырсыз. Оның ішінде осы туған жердің, осы өзіміздің ауданымыздан шыққан тұлғаларды ұлықтау мақсатында керемет жұмыстарды атқарып жатырсыз аға. Енді алдағы уақытта қандай осы ауданымыздан туған азаматтарды ұлықтауға арналған жоспарларыңыз бар? Енді біз бана айттым ғой, ең алдымен Мекемтас көгінен бұл өмірден өткеніне бір жыл толған жоқ әлі. Сол бір жылы өткеннен кейін біз ойлап отырмыз, басына жаңағы стелланы қойып, бәрі абыроймен өткеннен кейін біз ойлап отырмыз, оның зерттеу жұмыстарын жалғастыратын жастар тартсақ деп отырмыз. Шәкірттерін жинасақ деп отырмыз. Себебі ол кісі Ғайберен 40 шелтен, Шілтөбедегі жатқан әулиелер туралы, ол сол Ғайберен 40 шелтен туралы көп айтқан әңгімесінде ол зерттеу үлгермей қалды деп ойлаймын. Соны қазір шәкірттері егер де соның айтқан ілімін, ғылымын арғай тереңдеп зерттесе, мен ойлаймын, мына Түлкібасқа көп пайдасы тиетін жұмыстар атқарылады деп. Оны біз жылы өткен кезде, жылы келген кезде, жылын атап өткен кезде біз оны ғылыми практикалық конференция ретінде өткізсек деп отырмыз. Әр өзінің шәкірті Мекемтас көкеннің айтқан, көрсеткен, ұсынған бағыты бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, сол зерттеу нәтижесін сол ғылыми практикалық конференцияда көрсетсе, оны біз осылай жарияласақ, соның ішінде осы Шамшырақ баспасында болатын болса, мен ойлаймын, осыдан артқан бүгінгі күнгі бізге мақсат та жоқ, бұдан артық қымбат баға да жоқ деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз бұны қазір істемесек, жабық қазан жабық түрінде қалып қалады. Түсіндіңіз бе? Кеше Мекемтас көке ашып кетті да, өзі Шілтөбенің төбесіне келіп жатқаны, осы жерде зерттеңдер, осы Түркібас өмірін зерттеңдер, осы жерден талай тұлғалар шықты, сіздің сұрағыңызға байланысты, әлде талай шығатын ұрпақтар бар. Сол ұрпақтардың көзін, бұлақтың көрсең көзін аш демекші, шәкірттердің, жаңағы спорт дедік па, ғылым дедік па, ілім дедік па, соның көзін ашыңдар деп кетті кеше Мекемтас көке. Мысалы, сіз де жап-жас жігітсіз, ертең сіз бүгінгі отырсыз осы жерде, ертең күні қайда отырасыз, бір Алла біледі. Кейін мүмкін парламентте отырасыз, болмаса бір ілімде отырасыз, бір ғылымда отырасыз. Оның көзін ашып қол ұшын беретін осы Мекемтас көке айтып кеткен шәкірттері арғай бұлақтың көзін ашпасаң су ақпайды. Сол сияқты сіздерге жол ашып беру керекпіз. Жастарға, келе жатқан жастарға. Біздің Түркібас өңірінде
өте көп, мен ойлаймын, бұл өте бай тұлғаларға бай өңір деп ойлаймын. Енді ар жақтағы айтып Тұрар Рысқұловты айтамыз, мына жақта Баукеңді айтамыз, Бауыржан Шерағаны айтамыз, Мекемтас Көкені айтамыз, ол ар жағын айтсақ. Бер жағында айтамыз, қазір айтсаңыз Дархан Қыдырәлі, Дархан Мыңбай, Шаққан Бекен көкелеріміз Мархабат Байғұтты айтатын болсақ, одан қазір әкім болып жатқан жігіттер қанша. Түлкібастың әкімі осы жердің тумасы да, мысалы. Біздің министр қанша ағаларымыз бар, депутат ағаларымыз бар, жазушы ағаларымыз бар, кәсіпкерлер дедіңіз бағана. Кәсіпкерлер дегенде менің сәл енді өзім кәсіпкерлер қоғамының төрағасы болғандықтан қорғап қояйын дегенім, кәсіпкерлер кәсіп жасап отырып, осы қайырымдылық жасау болмаса рухани жаны көңіл бөлуді сәл ұмытыңқырап қалады, бірақ қарсы емес. Соны уақытында сол кәсіпкерлерге келіп, кішкене сұхбаттасып, соларға жөн-жосығын айтып, тауып атқан табысың осыншама дұрыс, жақсы. Бірақ мына жерде қарасаңыз, оң көзбен қарасаңыз десеңіз, көп кәсіпкер, солай екен ғой, ойланбап, қолым тимепті деп, бірақ қол ұшын беріп жүреді. Көрдіңіз бе? Ол кәсіпкерге қалай сен кінә тағасың? Егер оған жұмысы көп болған екен, болмаса алаңдаған екен, Айгерде сіз айтқандай, онда ұсыныспен келіп, қол ұшын беретін кезде, жоқ, мен шатағым жоқ, бармайын десе, оған әрине, может быть, мүмкін бір тіл не айтуға мүмкін шығар, енді бір сөз айтуға болатын шығар. Көп менің кәсіпкер достарым, мешіт соғып жатырмыз, мектеп соғып жатырмыз, ауруханалар, балабақша соққанда, мысалы айтатын болсам, 10 кәсіпкер болса, 7-8-і қолдайды. Өздері мүмкін мешіт соғып жатқан жоқ шығар, өздері мүмкін мектеп соғып жатқан жоқ шығар, бірақ соғып жатқан біз сияқтылар барып, осыны істеп жатырмын десең, қол ұшын береді. Сонда мен ойлаймын, мына кәсіпкер өзі рухани жолда жүрмегенмен, имандылығын жоғартпаған кәсіпкер деп санаймын. Өздерінің бір үлесін қосады дейсіз ғой. Әрине қосады. Енді бізде қазақта бар ғой, өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Енді жаңа өзіңіз айтып жатқандай, осы біздің ауданымыздан туған азаматтарды ұлықтап жатырсыздар. Енді бұл жаңағы Мекемтас Мырзахметұлының еткен еңбегі, осы уақытқа дейін оны танымал еткен, былайша айтқанда Абай атамыздың, бабамыздың оны рухы қолдаған шығар ол кісіні. Және сіз сияқты жаңа өзіңіз айтқандай, ол кісінің еңбегін жалғастыратын, ол кісінің еңбегін жалғастыра отырып, арнайы пайдалы дүниелер жасайтын жастар, яғни біз секілді ұрпақтар көп болсын деп тілейміз аға. Аға жаңа өзіңіз айтқандай, осы өзіңіз туған өңірде, осы былайша айтқанда, осы ауданымыздың барлық тұрғындары білетін шығар деп ойлаймыз. Оның ішінде біздің осы арнайы Түлкібас станциясына қонаққа келген қандай да бір қонақтарымыз болса, оларды бірінші кезекте арнайы кештің батуымен, арнайы осы ауылымыздың шетіндегі жаңағы өзіңіз бастама болып, анаңыздың есімін берген бастауға апарады қонаққа. Сол жаққа барып арнайы бұлақтың таза суымен сусындап жатады. Аға, онымен бірге осы біздің ауданымыздағы бірнеше мектепке арнайы өзіңіз былайша айтқанда спонсор дейміз ғой. Былайша арнайы сіз сол жерге барып өзіңіз қолдау білдіріп, керекті құрал жабдықтармен жабдықтап жатасыз. Және өзіңіз бірнеше мектептің төріне барып, сол мектепте оқитын оқушылармен, шәкірттермен сұхбат жүргізіп жатасыз. Оның ішінде біз байқаймыз, көбінесе қай жерде болмасын ата-ана туралы сөз етесіз ғой. Яғни өзіңіз әкеңіз туралы, немесе мен бір сұхбатыңыз есімде, осы Астана қаласында қанша жұмысым болса да, аптасына 2 рет болса да, немесе уақыт жоқ кезде де уақыт тауып арнайы ұшып келіп, анаммен ақылдасып, анамның жаңағы былайша айтқанда батасын алып кетемін деп жатасыз. Осы тұста анаға, ата-анаға құрмет, бауырға бауырмашыл болу дегенде жастарға бір түсіндіріп өтсеңіз. Рахмет, өте үлкен тақырыпты қозғадыңыз. Бір кішкене туралап қоятын жерім, аптасына 1 рет, кейде деп қалғаныңызды мен туралай деген былай. Қанша жыл тұрдым мен Астанада, тұрып жатырмын. 10 шақты жыл ғой да. Бірде-бір апта болған емес мен келмеген. Бірде-бір апта. Қыс болсын, жаз болсын, бірде-бір апта мен Астанада қалған емеспін. Той болады, болмаса іс-шаралар болады. Мен жұма күні ұшып кетем, жексенбі күні қайтып келдім. Бір апта қалып кеткен емес. Неге деген сұрақ туады. Себебі мен келмей қалсам, бұл дүниеден өткен кезде әке-шешеміз мен әттеген-ай деймін. Бір апта барамай қалдым, бір аптада барамай қалдым. Бір апта көруім кем болып қалды, бір кем дүние деп өмір бақи өкінуден қорқам. Сондықтан мен Астанада өмір сүріп жатсам да, қалай жұма күні болады,
өзім қалай самолетке мініп кеп қалғанын білмеймін. Сіз жаңа сөзіңіздің бір жерін айтып кетейін. Осындай күндер енді келесің самолетпен, кейде самолет кешіп қалады, кейде ондай болады. Қыста самолет 5 сағат аэропортта отырдым. Мына тұрған Шымкентке келуге 5 сағатта отырдым аэропортта. Ұшып келіп едім. Бұл жерде мына тұрған Шымкенттен Түлкібасқа келуге жол жабық. Боран, топалан болып жатыр. Бүйтіп өткен кезде маршрутта жібермей қойды. Маршруттан өтіп едім, мынау Балықтыдан тағы да жібермей қойды. Әрең дегенде келдім. Сонымен мына тұрған Астанадан уже 10 сағат жүріп жатырдым ғой келуге. Үйге анама келіп, қолын алып, батасын алып, анаммен сөйлесіп, 10-15 отырғанда інелерім жүгіріп келіп айтады: "Көке, сіз қаласыз ба?" дейді. "Жоқ, ертең жұмысым бар ғой" десем, "Онда қазір сіз пойызға шықпасаңыз, болды, сіз Түлкібастан шыға алмайсыз. Мында боран, анда боран. Қазір бұл пойыз келеді, соған мінсеңіз Таразға барасыз да, Тараздан ары қарай шығып кетуіңізге болады басқа." Сөйтіп апама айтамын: "Апа, батаңызды беріңіз." Сөйтсем 15 минут отырыппын ғой. Енді ойлап қараңыз. 15 сағатта әрең ұшып келіп, 15 минут жанында отырып, батасын алып, қайтадан кеттім. 3-4 сағат, 5-6 сағатта жетуге Астанаға. Міне, мен ойлаймын, бұл мақтаныш ретінде емес, ол қорқыныш сыйласы деп ойлаймын. Ананы, әке-шешені сыйлаудың ең бірінші көрсеткіші көз тірісінде. Көз тірісінде, мен былай салыстырғаным былай ғой, әкеге кәртейген кезде қалай оларға қошемет жасаудың көрінісі, өзің балаң туылса, балаңа қалай жасайсың сен? Әке-шең сөйтсек бол. Кейде балаң, мысалы, сіздің балаңыз тамақ жеп отыр, мынаны печенье жеп отыр, печенье жеп отыр, түсіріп қойса, сіз балаңызды ұрсасыз ба? Ұрасыз ба? Жоқ, арнайы бір жолын сілтеп, бір аяушылықпен жеткізесің ғой. Аяушылықпен. Бірдеңе тоқ қойса, сен ұрасыз ба оны? Қайтадан көрсетіп, оңқын. Егер соны әкең істесеш, әке тура соны жеп отқаннан төгіп қояды, үстіне тамақ түсіріп қояды. Вот сондай кездерде жақтырмай қалу, жегіп қалу болуы мүмкін. Сонда неге? Балаға былай қарайсың да, әке-шеңе былай қарайсың. Ол екеуі де бірдей болу керек. Себебі сен кішкентай болған кезде саған сөйтіп қарады ғой ол. Жаңағы бастау дедіңіз, шынар бастау. Ол 7-ші ғасырдан, Шілтөбе сияқты ғой. 7-ші ғасырдан бері келе жатқан әулие су. Сол жерден біз жас кезімізде неге оны біз бастамаға алдық та, сол жерде бұлақ қылып аштық, бастау қылып. Себебі біз туылғанда, дүниеге келгенде бізді ата-анамыз сол сумен шомылдырған. Өзімізді есімізге жиғанша сол сумен бізді жуып шайған. Біз ауырып болған кезде сол суды алып келіп бізге ем-дом қылып дұға жасайтын. Жас кезімізде. Соны біз әулетіміз көріп өстік қой. Анамыз сондай бір діншіл, иманды кісі етін, сол бізді сондай баратын. Соны Құранда не дейді? Мені сыйлағаның, Алланы сыйлағаның. Ол әке-шеңді сыйлағанның көрінісінен белгілі болады. Егер әке-шешеңді шын мәнінде сыйлап, құрметтеген болсаң, онда сенің имандылығың да Аллаға деген сондай екен. Ал бұлай болмайды. Мен Алладан қорқамын, Алланы сыйлаймын, мен имандымын, бірақ әке-шешеме сәл басқашамын деген. Ондай болмайды. Сен Аллаға қалай болсаң, ата-анаңа солай болады. Ата-анаңа қалай болсаң, ертеңгі күні саған ұрпағың, сенің балаң тура солай болады. Ата-анаңа не істесең, алдыңа сол келеді дейсіз ғой. Жақсылық істесең де өзіңе, жамандық істесең де өзіңе. Ата-анаңа не істедің, балаңның соны күте бер ғой. Бір сөз айтқанда. Былайша айтқан кезде, ата-анаңды қадірле тірісінде, онсыз құнсыз алтын мен күмісіңде дейсіз ғой. Аға, сіз енді арнайы былайша айтқанда біз әлеуметтік желіден іздеп көрсек те, енді сіз біздің осы туған жеріміздің азаматы болғаннан кейін білеміз. Ал білмейтін кісілер арнайы сіз туралы ақпаратты іздесе, осы арнайы жас күніңізден бастап оқыған оқу орындарыңыз, осы еліміздің арнайы жұмыс орнында атқарған еңбектеріңіздің барлығы тізбектеп шығып тұрады аға. Енді арнайы бізде соны қанша сізді танығанымызбен арнайы нақты деректерді көрейік деп іздедік, ақтардық, нақты тапқан деректеріміз бар. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, сіз осы уақытқа дейін бар, қазіргі атқарып жатқан жұмыстарыңыз бар, барлық жұмыстарыңызды абыроймен, былайша айтқанда ризашылықпен атқарып келдіңіз осы уақытқа дейін. Осыған байланысты қызмет қолдың кірі деген сөз бар біздің қазақта. Осыған қандай анықтама беретін едіңіз? Енді қызмет қолдың кірі дегенде оны сәл не дейді? Қаттырақ айтылған сөз шығар енді. Кір деп айтуға біз енді қазақ сөзді кейде
келтіріп айтады ғой. Мен оны былай түсінемін. Қызмет қолдың кірі дегенде қолыңыз лас болса, ластанып қалса, сіз жуасыз ба, жумайсыз ба? Жуасың. Үстіңіз лас болып қалса, қолыңыз кір болып қалса, оны жаныңыздағылар байқай ма, байқамай ма? Байқайды. Міне, өзіңіз айтып тұрсыз. Байқайды ма? Енді қараңыз, қызметке тұрдыңыз. Сіз қалай едіңіз ол қызметке тұрғанша? Қызметке тұрғаннан кейін оны көрші қолдан туған туысқан байқай ма, байқамай ма? Бірінші кезекте өзі солар байқайды ғой. Бірінші кезде солар байқайды. Сондықтан қызмет, жұмыс қолдың кір деген мен түсінігімде осылай. Саған қызмет берді ма? Не үшін берілді? Бір жағынан мансап қып берсе ала, екінші жағынан сынақ қып берді. Түсіну керек дейсіз. Түсіну, осы сынақтан қалай өтесің сен? Байлық пен мансаптан өзгересің бе, өзгермейсің бе? Кеше ғана жақсыласып жүрген ағайын туған бауырлармен, көрші қолдан көршілермен, ел жұртыңа көзқарасың өзгере ме? Болмаса ей деп сөйлеген сөзің шығады ма? Кеше ғана сен деп, сіз деп жүрген, бүгін сенге ауысып кетесің бе? Кеше ғана жас болса да жол беріп тұрған өздерің сияқты жас жігіттерді ендігәрі есік сыртынан кіргізбей тұрасың ба? Сосын барып ертең күні қызметтен келгенде қайтадан бұрын қалпыңа түссең. Сонда қалай болар екен? Сондықтан мен ойлаймынша, қызмет, жұмыс қолдың кір деген сөз, қызмет адамға келсе де ол өзгертпеу керек. Дәреже мен мансап, қызмет адамның қандай қалыпта екенін өзгертпеу керек. Бана өзің айтып тұрсыз. Сіз туралы зерттедік, оқыдық, қарадық дейді. Енді оған өте үлкен рахмет, мен бар нәрсе болса мағлұмат қараған шығарсыздар. Бірақ осында егер қараған болсаңыз, зерттеген болсаңыздар, менің өмірімнен, көзқарасымнан, жүріс-тұрысымнан қатты бір өзгеріс жоқ шығар деп ойлаймын. Істеген жүрім, менің бір кітап жазамын деп, ана туралы жазған, мен өзі жазған бір кітабым бар. Жұмаққа баратын жол туралы да. Екінші кітабының бастамасын бастағам, орысша айтады, жазған мен басында. 7 равновеликих личностей деп. Қазақша 7 дарынды тұлға деп жазған. 7 дарынды тұлға кімдер олар? Менің 7 бастығым. Тұяқбай, Қалмұрзаев, Досмұхамбетов, Мами, Түймебаев, Саудабаев, Құлмұхамед, сонда. Ермек, олар мен басшыларым. Солар туралы мен кішкене пікір жазған едім да. Бірақ кейін кітап шығарайын десең, оның біразы еще өмірде жүрген адамдар, тұлғалар, оның көмекші болғаннан кейін көп сыр білесің, оны айтқанда келмейді. Бірақ өзім үшін жазып қойған күнделігімде бар. Сонда менің достарым айтады, біз байқамадық дейді. Сен ананың көмекшісің ба, мынаның көмекшісің ба? Келгенде сол 1-ші класста, 10-ші класста оқыған достарым, 1-ші курстан соңғы курсқа оқыған достарым, әлі күнге сол достарым. Ол мен мақтанғандық айтқан жоқ, мен айтайын дегенім, ер азаматқа ең керегі, мен сізге айтайын. Әрине, денсаулық, отбасы, семьядан ол өз орны, тұрақты ол константа дейді ғой. А бірақ ер азаматқа өзінің өмірде сіз айтқандай, дүние қолдың кірді, жұмыс қолдың кірді дедіңіз ғой. Солайша азаматқа не керек дегенде мен әредім. Ер азаматқа қалыпты, стабильность, қалыпты жағдай керек. Басына үссе де, мансапқа барсаң да, өсіп кетсең де, қиналып кетсең де, бір қалыпты ұстауға тырысу керек. Өзіңді жоғалтпай. Өзін жоғалтпай. Мансап келсе өсіп кетпей, жоғалтсаң түсіп кетпей, болмаса біреуді менсінбей кетпей, біреуді аттап кетпей, анаңды ұмыт кетпей, әке-шешеңді ұмыт кетпей, достарынан аластанбай, інілерден менсінбей кетпей. Осындай қалыпты ұстап, дүниенің барына шүкір деп, жоғына сабырлық деп, жоқ нәрсеге жетуге талпынып деп, жастарды тәрбиелеуге тырысу керек. Үлкендерден өнеге алуға тырысып, сол жолмен жүріп келсең, соны 1 жыл емес, 5 жыл емес, 10 жыл емес, өмірінің мүмкіндік берген, Алла берген өмірінің бәрінде мүмкіндігінше қалыпты жағдай деңгейде ұстауға тырыссаң, сенің ер азаматтығының белгісі осы деп ойлаймын. Былайша айтқанда, арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей, барлығын қатар алып жүру керек дейсіз ғой. Енді аға, біз қай осы студиямызға келген қонағымыздан қайсы бірінен сұрасақ та өмірдің мәні дегенге әркім өзінше түсінік береді. Енді бірі осы арнайы өмірдің мәнін отбасымен бағаласа, бірі арнайы қызметімен бағалап жатады. Енді мінекей Аллаға шүкір, осы ауданымыздан туып өстіңіз, атқарған жұмыстарыңыз бар. Онымен қоса арнайы осы қызметтің пайдасын көріп жатқандығыңызбен бірге ауданға, осы туған жеріңізге көптеген пайдаларыңызды, былайша айтқанда септігіңізді тигізіп жатырсыз аға.
Енді осы тұста осының барлығын көрдіңіз, осының барлығын жасадыңыз, жақсылардың қасында еріп келе жатырсыз. Осы тұста әлі де сіздің ойыңызда бар шығар аға, өмірдің мәні не деп ойлайсыз? Өмірдің мәні мен үшін кеше ғана өмірден өткен айтып тұрмыз ғой. Көп оқитын, көз зерттейтін Шыңғыс ханды оқимыз, Томиристі оқимыз, одан бері біз хандарымызды оқимыз, қарап келатымыз. Димаш Ахметович қарап келатымыз, Асан Басқаровты көріп келатымыз, Шераға, Баукең бар, Құдайға шүкір. Мекемтас көкелеріміз бар. Бәрін соның өмірін қарасаң, өмірдің мәні не дегенде, Александр Македонскийдің кино көрген шығарсыздар. Сол кинода өмірде олар өмірде емес, даже өлімді де достойно, дәрежелі түрде қабылдауды мақсат қояды. Не деген сөз? Ол деген сөз, мен өмірге келуім ол маңызды нәрсе емес, өмірден қалай кетуім маңызды. Өмірге бәрі алып келіп жатыр. Ал өмірден қалай кетіп жатыр? Мәселесі сода. Егер сіз бір сөз айтатын болсаңыз, өмірдің мәні не дейтін болса, өмірдің мәні сол, өмірден ақыретке қалай кетуді ойлау, соны өмірінің саналы өміріңде, жас кезінде, балалық кезде ойламай шығарсың, саналы ғұмырыңда естен шығармай, соны мен сізге айттым бағана, тұрақты түрде істеп, соны ұстап тұру. Егер мен сіз айтқан әңгімелерді, оның ішінде мақтауда бар шығар бағана мені кішкене көтеріп жатқан шығарсыздар, тура осы сөздеріңіз 5 жыл бұрын маған сәйкес болды ма? 10 жыл бұрын маған айтуға болатын бе еді? 15 жыл бұрын басқаша ма едім? 20 жыл бұрын бұны айтуға келетін бе еді? Міне көрдіңіз бе? Егер ол осы сөзді сәл көбірек, сәл кеңірек қылып, бірақ негізінен осы сөздің негізі тұрағы өзгерген жоқ деп айтатын болсаңыздар, онда мен айтар едім, онда менің өмірім зая кетпеді. Сондықтан өмірдің мәні не деп қысқа жататын болса, өмірдің мәні өзің кеткеннен кейін артыңнан не із қалады. Болды. Шерағаң арты кетті. Шерағаның өте бір қиыны немере көрмеді. Сол айтатын, бір кем дүние немере көрмедім деп. Бірақ сағылай өз, Шерағаның қазақ халқы ұмыта ма? Ешқашан еңбектері бар. Димаш Ахметовичті ұмыта ма? Қонаевты ұрпақсыз өткен адам. Оны дүние тұрғанша тұрады деп ойлаймын. Қазақ халқы оны ұмытпайды. Мәні мәселе, өмірдің мәні. Ол тек қана ұрпақ қалдыру ол жақсы, бірақ ұрпақ қалдырсан да қалдырмасан да жалпы өзінен кейін зиялы сөзбен, терең ілім ғылыммен, өзінің иманды жолымен өмір сүріп, болашақ ұрпаққа өнеге бола алу. Егер сен соны істей алсаң, өмірінің мәні орындалды деген сөз. Егер оны істей алмайтын болсаң, онда көп нәрсені жоғалтты деген сөз. Енді аға, 10 жылдығын ойлаған адам ағаша кетті деп жатамыз. Енді осы мәңгілігін ойлаған халық арнайы білімді ұрпақтар тәрбиелейді дейміз. Енді жаңа өзіңіз айтып өткен, және өзіңіз осы барлық жерге жарияламасаңыз да кітап қылып ниетіңіз бар, бірақ әлі басылып шықпаған, осы сіздің өзіңіз айтып жатқан басшыларыңыз дейміз, немесе ұстаздарыңыз деп алсақ болады. Сол кісілер сізді қалай шәкіртіңіз ретінде, немесе інісі ретінде сізді қалай құрметтеп, арнайы сізге ақылдарын беріп жатты. Енді сіз өзіңіз бала күніңізден бастап, дәл қазіргі уақытқа дейін жүріп өткен жолдарыңыз бар, атқарған қызметтеріңіз бар, еңбектеріңіз бар. Осының барлығын байланыстыра отырып, осы арнайы біздің көрермендерімізге, оның ішінде жастарға ақыл айтып өтсеңіз. Рахмет. Енді ақыл айтатын жасқа келдік па, келмедік па? Бірақ әрине біздің қазақ халқы, оның ішінде оңтүстік өңірі ерекше ғой деп ойлаймын. Киелі Түркістан киелі. Кеше ғана біз барып келген сосы киелі Семей өңірі, өзі Ұлытау, талай рет болып қалған сояқта хандарды көтерген жер. Арғы айтатын болсақ, біздің Маңғыстауда жатқан, қанша әулие жатқан Маңғыстау. Енді қазақтар бүйтіп Қызылордада айтып өтеді. Бүйтіп қазақ айнала берсең, не бір біздің жерімізде әулиелер де өткен, батырлар да өткен, әншілер де өткен, зиялылар өткен деп ойлаймын. Сондықтан қаншама қиыншылықты да көрді, тар жолдағы кешуді де көрдік біз. Енді көрмеген нәрсе жоқ қой қазақ халқының. Бірақ соның өзінде өзегі үзілмей, әлі Құдайға шүкір, көкірегін тік көтеріп, өзі алға қарай ұмтылып кеткен қазақ халқының, қазақ елімізге мыңда бір тағзым, 1000 жылдық берсін деп ойлаймыз. Мәңгілік ел болсын деп ойлаймын.
соны жасайтын, мәңгілік ел жасайтын, болашаққа бізді соңымыздан еріп, біздің бала шағаларымызды алға сүйреп көрсететін осы жастар деп ойлаймын. Кеше Мағжан Жұмабаев айтпақшындай, жастарыма сенемін деп, бір күнде бой көтеріп, өзгертетін жастарыма мен сенемін деп айтпақшы. Мен де сол болашақ жастарға сенемін. Неге десеңіз, қазір қараңызшы, Олимпиада дейді. Заман IT болса, не дері Қазақстанда, ана Европада, Америкада, Қазақстанның ана мектебінің IT оқушылары бірінші орын алыпты. Бұл жақта шығады, мына жақта шахматтан қазақтың жас қыздары жеңісті орын алыпты. Спорт десе, не дері спорттан алып жатыр екен. Көрдіңіз бе? Барлық салада. Барлық салада, енді біз бүкіл әлем аттап кеттік демейміз, бірақ дарынды шығып жатқан жер. Біздің ұлы даламыз, кемеңгер, біздің қалаларымыз, далаларымызда ұлы тұлғаларымыз өзінен кейін бір ұрпақ қалдырды деп ойлаймын. Осы ұрпаққа мен айтатын тілегім де, осы бүгін қасиетті жұма күні айтатын батам да болатын болса, айтар едім, еш уақытта мойымаңдар. Болашақ алда, заман өзгереді. Бұдан да жақсы замандар болған, бұдан да қиын замандар болған. Не бір тар жол тайғақ кешу заман болды. Сол кезде де қазағымыз, еліміз ауызбіршілікпен бір-біріне жікке, ілікке бөлінбей, бірлік болып, бірлік жерде, барлық жерде тірлік болып, бір-біріне қол ұшын беріп, үміттеніп, алға қарай ұмтылып, бүгінгі күнге жетіп, бұдан да асып түсеміз деген ниетпен өмір сүру керек деп ойлаймын. Ниет деген ол адамға ең бірінші қажет нәрсе жүру үшін. Егер де сен ой мен болмаймын, адам болмаймын, істей алмаймын, қолымнан келмейді десең, қалай боласың? Нәтижеге жетесіз бе? Жақсы сөз жарым ырыс дейсіз. Жақсы сөз жарым ырыс. Мен боламын, өсемін, өнемін, жетемін. Анаған рахмет, мынаған іздет, анаған жол ұшын беріп, мынаған жол беріп, мынаған рахметін айтып, міне, мен ойлаймын сол. Имандылығын жоғартпаған ұрпақ, үміттен үзбеген болашақ, біздің қазақ халқына сол айтар едім. Еш қиналмаңдар. Бүгінгі болмай қалған бір нәтиже, ол деген ертеңгі одан да үлкен жететін дәрежеге септігін тигізеді. Қараңыз мынау, кеше ғана пандемия болды. Пандемия болғанда бәрі ойлап қалды, ойбай тоқтап қалды, қырылып қалды деді. Сол пандемияның арқасында дистанционды оқуды, онлайн оқуды меңгеріп алған жоқпыз ба? Wi-Fi деген дамып қалған жоқ па? Бәріне керек екен Wi-Fi, интернет даму керек екен. Оған біз көңіл бөлген жоқ едік. Сол бір кемшілік, бір қиындық, екінші бір мүмкіндікке жол ашады деймін. Сондықтан жастарға айтатыным сол, еш мойымаңдар, болашақтарың жарқын. Оның ішінде мен айтарым, оңтүстік шырайлы Шымкент пен киелі Түркістан өңіріндегі жастарға Құдай Алланың өзі беріп тұрған ауасы, жері, елі, халқы, тілі, діні бәрі кеп тұрған жерде тек қана еліме, халқыма бөлмей, руға бөлмей, елге бөлмей, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс демей, бәріміз бір тудың астынан мәңгі ел болып бірігіп, болашақ үлкен сеніммен жүрсек, мен ойлаймын, 40-тың бірі Қыдыр деген осыдан шыққан әңгіме, араларымыздан әлі талай тұлға шығады. Керемет. Аға дейтін іні болмаса, іні дейтін аға қайдан болсын деген сөзді алға тартып, Неке арнайы сізді студиямыздың төріне шақырдық. Рахмет. Неке арнайы жұмысыңыздың қызған уақытында, былайша айтқанда өзіңіз туған жерге анаңызды қалай сағынып іздеп келсеңіз, Неке солай арнайы біздің ауданымыздың төрінде ашылған студиямызға келіп, уақытыңызды бөліп, арнайы сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Рахмет. Керемет өсиет, керемет ақыл, жастарға өнеге болатын керемет сұхбат болды деп ойлаймыз. Құдай қаласа келесі жолда бұдан да үлкен еңбектер жасап, соның есебін беретін керемет сұхбатқа келуімізге тілектеспіз. Сізге көп рахмет аға. Рахмет. Шақырсаңыздар келемін. Рахмет.